Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 31 сабақты орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Біз сабақты бірге орындайтын боламыз. Бізде тақырып 6 санын көбейту және бөлу кестесі. Жанама сұрақтармен берілген есептер. Сен 6 санын көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренетін боламыз. Жанама сұрақтармен берілген есептерді бірге шығарамыз. Бізде бірінші тапсырма жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жалауша қойылады. 6-дан сана. Бізде көбейту кестесі берілген. Мына жерде мына жалаушалар тұр. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 60. Біз осыларды естеп сіздерге көрсететін боламыз. Балалар, бізде бірінші тапсырмада, яғни біз әрбір санға 6-ны қосып отырамыз. Біз 6-ға 6-ны қоссақ 12, 12-ге 6-ны қоссақ 18, 18-ге 6-ны қоссақ 24, 24-ге 6-ны қоссақ 30, 30-ға 6-ны қоссақ 36, 36-ға 6-ны қоссақ 42, 42-ге 6-ны қоссақ 48, 48-ге 6-ны қоссақ 54, 54-ге 60-ты қоссақ 60 саны шығады екен. Келесі балалар, бізде екінші тапсырма 4 бағаннан тұратын 6-ға көбейту және бөлу кестесін құрастырып жаз делінген. Бұл жерде біздер жазуды неге 6-ға 6-ны көбейткенде жағдайынан бастауға болады делінген. Біз осыны түсіндіріп көрсететін боламыз. Балалар, енді бізде екінші тапсырмада бізде көбейткіштердің мәндері, көбейткіштер саны бізде бірдей, көбейтінің мәні бізде 36-ға тең. Келесі бізде бұл жерде көбейткіштер екі түрлі сан болып тұр. 6-ны 7-ге көбейтеміз 42. Бізде бұл жерде мінекей көбейткіштерді орнын алмастырмағанмен көбейтінінің мәні бізде орны алмаспайды екен. Мына жерде де дәл солай. 6-ны 8-ге көбейтсек 48, көбейткіштердің мәнін өзгертеміз. 8-мен көбейткіштерді өзгертеміз. 8-мен 6-ны көбейтсек 48. Ебек көбейтінің мәні бізде өзгермейді. Бұл жерде де дәл солай. 6-ны 9-ға көбейтсек 54. Енді көбейткіштерді біз ауыстырайық. Орын 9-ды 6-ға көбейтсек көбейтінің мәні сол мәні шығып тұр. Енді бөлінгіштерде қарайық. Бөлінгіште 36-ны 6-ға бөлсек 6. Енді бізде 42-ні 6-ға бөлсек 7. Мына жерде енді біз бөлінінің бөлінгіштерді орын алмастырайық. 42-ні 7-ге бөлсек 6 шығып тұр. Бұл жерде 48-ді 6-ға бөлсек 8. Енді біз бөлінгіштердің орын алмастырсақ 48-ге бөлсек ол бізде 6 саны шығып тұр. Мына жерде де солай. 54-ді 6-ға бөлсек 9. 54-ді 9-ға бөлсек 6. Бөлгіштердің орнын алмастырайық. Бөлінгіштер бізде 9 пен 6 шығып тұр екен. Келесі балалар, бізде үшінші тапсырма. 3 сыныпта Жазира мен Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды құрастыр. Бізде бұл жерде 6 3 белінген және 15 4 белінген. Айтылымдарды толықтыр дейді. 6 3 берілген бұл шашыға қарағанда неше есе деп сұрақ белгісі тұр. Келесі 6 3 берілген бұл шашыға қарағанда бізде осы жерде есе ма, кем ба, әлде бөлу амалы ма? Келесі бізде балалар үшінші тапсырма. Сыныпта Жазира мен Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды құрастыр делінген. Балалар, бізде мына жерде 6 3 12 4 берілгенде айтылымдарды толықтыр. 6 3 берілген. Бұл шашыға қарағанда біз осы көп нүктенің орнын толтыратын боламыз. Келесі 6 3 берген бұл шашыға қарағанда деп көп нүкте беріліп сұрақ белгісі болып тұр. Келесі 12 шаршы берілген. Бұл 3-қа қарағанда неше есе тоже көп нүкте беріліп тұр. 12 шаршы берілген. Бұл 3-қа қарағанда көп нүкте беріліп тұр. Қорытынды жаса делінген бізде бұл жерде. Келесі бізде үшінші тапсырмада балалар бізде бірінші нұсқада орындарын, көп нүктенің орындарын толтыру керек болған. 6 3 берілген бұл шашыға қарағанда бізде 2 есе кем екен. Келесі
6 үшбұрыш берілген бұл шаршыға қарағанда бізде 6-ға кем болады екен. Келесі үшінші нұсқада 12 шаршы берілген бұл үшбұрыштарға қарағанда бізде жауабы 2 есе артық болады екен. Келесі бізде төртінші 12 шаршы берілген үшбұрыштарға қарағанда бұның жауабы бізде 6-ға артық болады екен. Балалар, бізде төртінші тапсырма А нұсқа. Сенің сыныбыңда кезекші бар ма? Есепті оқып шешуін қарастыр, қорытынды жаса делінген. Назгүл сыныпта 6 гүлге су құйды. Бұл мектептің кіреберісіндегі өзі су құйған гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Назгүл мектептің кіреберісінде қанша гүлге су құйды деген белгіні бізде бұл жерде. Сыныпта 6 гүл, бұл 5 есе кем, кіреберісте неше гүл екен белгісіз. Бізде осылай талда. Егер сынымында гүл 5 есе кем болса, кіреберісте 5 есе артық екен. Демек, 6-ны көбейтеміз 5-ке, ол бізде 30 гүл екен. Тексер, сыныпта 6 гүл, кіреберісте 30 гүл бар. Яғни сыныптағы гүл 5 есе кем. Есепті дұрыс шығарылған, жауабы кіреберісте 30 гүл бар дейді. Бұл есептің шарты жанама сұрақтарымен берілген. Келесі Ә нұсқасында қысқаша жазылу бойынша жанама сұрақтарымен берілген есеп құрастыр делген. Бізде торкөз дәптер 4 дана. Жолды дәптер бізде белгісіз. Демек, бұл 2 есе артық деп берген. Біз осы Ә нұсқасына есепшті шығарып көрсететін боламыз. Келесі балалар, бізде 4 есепте А нұсқасы бізде берілгені сыныпта 6 гүл. Бұл 5 есе кем. Кіреберісте неше гүл делінгенде шешу 6-ны 5-ке көбейтеміз 30, бізде 30 гүл. Жауабы кіреберісте 30 гүл бар. Екінші Ә нұсқасына торкөз дәптер 4 дана. Бұл 2 есе артық. Жолды дәптер бізде неше дана екен белгісіз. Шешуі біз есе артық болса бөлінді бөлетін боламыз. 4-ті 2-ке бөлеміз, бізде 2 дана. Жауабы жолды дәптер бізде 2 дана. Келесі балалар, 5-ші тапсырма. Бүгін мектепте өзін-өзі басқару күні. Әлия мұғалім рөлінде болып балаларға есеп ұсынды дейді. Жанама сұрақтармен берілген есептерді тауып, оларды шығаратын боламыз. Бізде А нұсқасында бумада 8 парақ түрлі түсті қатырғы қағаз бар, ал ақ түсті қатырғы қағаз 4 есе артық. Бумада ақ түсті неше қатырғы қағаз бар делінген. 5-ші есептің А нұсқасын айтатын болсақ, бізде бумада 8 барлық түрлі түсті ақ түсті қатырғы қағаз бізде белгісіз. Бізде барлығы 4 есе артық делінген. Шешуі есе артық болса, ол бізде көбейту мәні болады. Демек, 8-ді 4-ке көбейтеміз 32 парақ ақ түсті қатырғы қағаз бар екен. Жауабы 32 ақ түсті қатырғы қағаз бар. Келесі балалар, 5-ші тапсырманың Ә нұсқасы. Стақанда 3 жай қарындаш бар. Бұл түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем. Қорапта неше түрлі түсті қарындаш бар? Келесі Ә нұсқасын айтатын болсамыз, бізде стақанда 3 жай қарындаш. Түрлі түсті қарындаштың саны белгісіз, бізде барлығы 5 есе кем. 5 есе кем. Шешу біз енді 3-пен, енді есе кем дегенде бөлінді болғанмен біз 3-ті 5-ке бөле алмаймыз, оны көбейту мәніне айналдырамыз. 3-ті 5-ке көбейтсе 15. Демек, бізде жауабы қорапта 15 түрлі түсті қарындаш бар екен. Келесі бізде 5-ші есептің бұл нұсқасы. Бөшкеде 45 литр су бар. Бұл цистернадағыдан 255 литрге кем. Цистернада неше литр су бар делінген. Келесі бізде бұл нұсқасы. Бөшкеде 45 литр. Цистернада бізде неше литр екен белгісіз. Барлығы бізде 255 литрге кем екен. Шешуі біз бұл жерде 255-ті 45-ке қосатын боламыз. Ол бізде 300 литр болады. Жауабы цистернада 300 литр су бар екен. Бұл нұсқасы. Пошташы 45 жай хат, одан 12-ге артық жедел хат жеткізді. Пошташы барлығы неше хат жеткізді? В нұсқасы бойынша пошташы 45 жай хат бар. Бізде жедел хат белгісіз екен. Барлығы 12-ге артық. Демек, бұл жерде шешу біз 45-ті бірінші 12-ге қосамыз. Бізде 57 жедел хатты іздеп таптық. Енді біз барлығын табатын боламыз. 45-ті шыққан мәні 57-ге қосам, 102-ге тең болады. Демек, бізде жауабы барлығы, поштасы барлық 102 хатты жеткізді. 6-ші тапсырма. Үшбұрыштың саны 15. Бұл шаршыға қарағанда 3 есе артық. Сұрақ қойып, осы есептің шарты бойынша сурет сал және шешуін жазып, есеп құрастыр.
Алтыншы тапсырмада бізде 3/1 саны 15, бұл езде 3 есе артық. Шаршы бізде белгісіз екен. Демек, біз 15 шаршыны бөлетін боламыз. 3-ке, ол бізде 5 шаршыға тең болады екен. Жауабы шаршының саны бізде 5 болады екен. 7-ші тапсырма, есепке өрнек құр. А нұсқасы: бір жолдың ұзындығы 36 метр. Екінші жол одан 6 есе кем. Екі жолдың ұзындығы қанша? А нұсқасында автобуста 8 бала келе жатыр. Бұл ересектерге қарағанда 5 есе кем. Автобуста барлығы қанша жолаушы бар? Келесі балалар, 7-ші есеп. Бізде А нұсқасы: бізде бір жолдың ұзындығы 36 метр берілгені. Екінші жол бізде 6 есе кем. Осылардың біз барлығын табатын боламыз. Шешуі: бізде 36-ны қосамыз, шақшаның ішіне 36-ны 6 есе кем болса, бөлу амалдарына қойып 6-ға бөледі екенбіз. Енді бізде бірінші 36-ның өзін жазамыз. 36-ны 6-ға бөлсек 6, демек 42 метр. Жауабы: екі жолдың ұзындығы бізде 42 метрге тең болады екен. Келесі Ә нұсқасы: бізде бала 8, бұл 5 есе кем. Ересектердің саны бізде белгісіз, барлық жолаушыны табатын боламыз. Демек, шешуі: біз 8-ді 8-ге қосам, және есе кем болғанда 5-ке көбейтеді екенбіз. Бірінші бізде мәні 8-ді жазам, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, демек жолаушы бізде 48. Жауабы: автобуста барлығы 48 жолаушы бар. Келесі балалар, 8-ші тапсырма, салыстыр. Бұл жерде біздер сандар мен әріптер белгіленген. Біз осылардың қайсы үлкен және кіші екенін салыстырып көрсететін боламыз. 8-ші тапсырмада біз салыстыратын боламыз. Бізде қай сан, бұл жерде бізде көбейткіштердің орны ауысқанымен бізде жаңа айттық, көбейтіндің мәні өзгермейді. Демек, тең, бір-біріне тең екен. Келесі бізде А көбейтілген В, А бөлінген В, А көбейтілген В делінген. Бізде әрине көбейту бізде үлкенірек болады екен. Келесі 36-ны 6-ға бөлсек 6 шығады негізі. 2-ні 5-ке көбейтсек бізде 10 болады. Бізде қайсы үлкен? Әрине 10 саны үлкен болады. Келесі А-ны көбейтеміз В-ға, қосамыз 5-ке. А-ны көбейтеміз В-ға, қосамыз 50-ге. Бұл жерде бізде қай сан? Әрине А-ны көбейтілген В қосылған 50 саны үлкен болады екен. Келесі бізде 26-ны 6-ға, 16-ны 2-ке бөлеміз. Бұл жерде қай сан бізде үлкен? Әрине бізде мәні 8 мән шығатын, 16 бөлінген 2 бізде үлкен болады екен. Келесі А-ны көбейтеміз В-ға, қосамыз 15-ке. А-ны бөлеміз В-ға. Әрине бұл жерде бізде көбейту амалы жаңағы үлкен болады екен. Тапсырма: сандар тізбегін жалғастыр. Әрбір келесі сан 5-ке 6-ға артық болатындай сандар тізбегін құру делінген. Бұл жерде бізде 2, 4, 6, 8 бізден жалғастырып 20-ға дейінгі сандарды жазатын боламыз. Келесі бізде 3, 6, 9, 30-ға дейінгі сандарды жазып көрсететін боламыз. 9-ші тапсырмада балалар, біз 20-ға дейінгі сандарды жазып шығайық. Ол бізде 2, әрине әр қайсына 2 санның қосып есептегенде 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 болады. Келесі біз 30-ға дейінгі сандарды жазып шығатын боламыз. Оның әр қайсына біз 3-ті қосамыз. Демек 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 саны болады. Келесі біз әрбір санға 5 санын қосқан кезде 50-ге дейінгі сандарды айтамыз. Ол бізде 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Келесі біз 6-ға дейінгі, 60-ға дейінгі сандардың әрқайсына 6 санын қосып айтатын боламыз. Ол бізде 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 және 60. Балалар, менің каналыма тіркеліңіздер, маған лайк басыңыздар. Келесі сабақтарды біз бірге орындайтын боламыз.